Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Нұргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, керемет, тойымды тағамның рецептімен бөліскім келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Ең әуелі қамырын илейтін боламыз. Таза ыдысымызға су, жұмыртқа және тұз салып, тұзы ерігенше бір келкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Сонан соң алдын ала електен өткізіп дайындап қойған ұнымызды бірте-бірте қоса отырып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ, бірақ қолға жабыспайтындай болып шығады. Дайын болған қамырымызды пакетке салып, демалдыруға 5 минутқа қойып қоямыз. Осы арада біз салмасын дайындайтын боламыз. Алдын ала қызып тұрған майға текшелеп туралған етімізді қып-қызыл етіп қуырып алатын боламыз. Достар, толық құрамды описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап, жасап көрсеңіздер болады. Етіміз қызарып қуырылғаннан соң үстінен текшелеп туралған пиязымызды салып қуырамыз. Жарты ас қасық томат пастасын салып, араластырып, қып-қызыл етіп қуырамыз. Сонан соң туралған сәбізімізді салып, араластырамыз. Татымына қарай тұз салсаңыздар болады. Мен етім тұздалған болғандықтан тұз салған жоқпын. Сонан соң үстіне су құйып, ең төменгі отта қайнағаннан соң 10-15 минут бұқтырамыз. Міне біздің етіміз дайын болайын деп қалды. Енді оның үстіне алдын ала турап дайындап қойған картопты салып 5 минутқа бұқтырамыз. Осы арада біз қамырын жаятын боламыз. Қамырды жайып дайындап алдық. Қамырдың дөңгелек болуы маңызды емес, тек жұп-жұқа етіп жайылуы қажет. Сонан соң сұйық майды жағып, барлық жеріне бір тексетіп жағып аламыз. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойып ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта түрлі пайдалы, қолжетімді рецепттермен бөлісетін боламын. Майды жағып болған соң, тура видеодағыдай етіп, қамырымызды бөліктерге бөліп аламыз. Сонан соң тура видеодағыдай етіп, бұрышынан бастап айналдырып, осылай ораймыз. Жасалуы өте оңай. Тағы біреуін жасап көрсетейін. Барлық қамырды осылай орап дайындап аламыз. Дайын болып қалған салмасына егер су тартылып кеткен болса, тағы да су құйып жіберсеңіздер болады. Бір қайнатып, татымына қарай дәмдеуіштер салып араластырамыз. Сонан соң қайнап тұрған салмасының үстіне кесіп, орап дайындап қойған қамырымызды тура видеодағыдай жайғастырып шығамыз. Қамырларымыз бір-бірінің үстіне жабыспайды, себебі май жағылған. Барлығын орналастырып аламыз да, бетін жауып, ең төменгі отта 30-35 минутқа бұқтырамыз. Міне біздің тамағымыз дайын болды. Өте керемет, дәмді болып шығады. Қамырлары ешқандай бір-біріне жабыспайды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сөзсіз. Достар, егер видео пайдалы болған болса, лайк басып, пікір жазуды да ұмытпаңыздар. Дайын болған тағамымызды ыдысқа жайғастырып, қалауларыңыз бойынша безендіріп, дастарханға ұсынсаңыздар болады.
өте дәмді, тойымды, қолжетімді тағамдардың бірі. Ас болсын!